Сәлеметсіз апай. Мен Матыжолу Мадина Жатқанбаева, анау парламент мәжілісіне өз-өзімді ұсыну, соған үміткермін. Мәжіліске. Бір мандаттық, жаңа заң бойынша, мажоритарлық жүйе бойынша. Мен өзім журналистім. Енді осы Шу ауданының тумасымын. Мәжіліске Жамбыл облысынан ұсынылып жатырмын. Осы сіз дүкен туралы айта аласыз ба? Осы жерге күнде келесіз ба? Дүкеннің... Біз енді көбіне ауылдық жерде тұрамыз. Үлкен адамдар тек қана пенсияның уақытында, майда шүйде уақытта келеміз. Бірақ енді магазиннің бұлай өзінің несі, услугасы, кейде базар бағасынан көрі төменірек бағалары. Енді болат арасында бар товарлар кейде қымбатқа түседі, рас онысы. Өте-мөте балаларға витамин, көксөк жағы. Бұнан кейін молочный питанияға көбірек көңіл бөлінсе, арзанырақ болса дұрыс болар еді. Молочный жағы қымбаттау болып жатыр. Сметана болсын, мейлі активия болсын, мейлі нутелла болсын, балаларға жағып жейтін, көбіріне пайдаланатын күнделікті нәрселердің ішінде молочный продукты қымбат. Несчастный құртыңыздың өзі 100 теңгеден асып кетеді, мысалы үшін. Ол біз бір айда бір жейтін пенсиямызға, біздің қалтамызға тура келмей жатыр. Пенсия, зейнетақы қанша аласыз айына? Зейнетақы мен өзім кезінде араласып жүрсем де сол құрғалыппын. Нормальный орта 85 аламын. 85 сіздің өзіңізде осы қазіргі инфляцияға қатысты... Қазіргі инфляцияға қарағанда қазір мен енді өзім енді көп балалы болсам да, балаларға құдайға тәуба, енді шет-шетіне бәрі кеткеннен кейін, әрқайсы өздерімен болғаннан кейін, қолымда бір немере, бір бала, шалым үшеумізге жетеді. Ал мен сияқты бұл елдердің ішінде бала шағасы қолында отырғандары бар, бір үйде бір қалғандары бар, бала шағасы әлі үйленбегендері бар. Бір мектепте бір үйде отырып, бір бала шаға емес, 3-4-тен бала мектепке жіберетіндер бар. Бұл жеткіліксіз нәрсе. Бұлай да бұлай. Кішкентай етіңіздің өзі 2000-нан асып кетіп жатыр. Молочный продуктыңыз қымбат. Шоколадный анша-мұншаны айтпай-ақ қояйын, оның күнделікті жеп жатқан нәрсеміз емес қой. Қазақ шынында да күнде шоколад жеп жүрген жоқ. Күнделікті жейтін нәрсенің өзі бізге қымбат түсіп жатыр. Нанның бағасы қалай болып тұр қазір? Нанның бағасы қазір жақсы. Қаншадан алып жатыр? Қазір 140 теңгеден болады, бір жегін келгенде батондар 95 теңгеден, 100 теңгеден. Ол нанның бағасы енді бұлай средний тұрады енді. Басқа дүкендерде нанның бағасы қымбат? Басқа дүкендерде әр жерде көріп жүрмін, бір жерде бұл жерден 140-140-тан алып жүрген нандар, о жерде 140 емес, 165-тен, 170-тен сатылып жатқан жерлер бар. Енді 170 деген баға нанға арзан ба, әлде қымбат па? Жоқ, оның жете қоймайды. Жете қоймайды. 3-4-тен бала жейтін, асырап отырған адамдар күніне құрғанда средний 3 буханка нан жеп деп есептейікші. Соның өзінде 3 балаңыз жегенде сіз бір күнде 3 емес 5 буханка нан жейсіз. Қазіргі наныңыз тем более татымсыз, ауылға салсаңыз жағымсыз нәрсе. Енді жаңа Қазақстан деп жатырсыз, қазір жаңа саяси жүйе, жаңа саяси жүйе енді қандай өзгерістер күтесіз енді осы жерде? Старый, былай енді мен өзім бұрынғы Кеңес одағының кезінде коммунист мүшесі болғам. Қазір біз елеусіз қалдық қой. Бізді ешкім елеп жатқан жоқ, қазір ешкім сұрап жатқан жоқ, ешкім тергеп жатқан жоқ. Бізді даже қатарға қосып алып жатқан ел жоқ қазір. Біз енді үйде пенсияда отырғаннан кейін оған енді жалып етпейміз. Жастарымыз жасадық, жүрдік, араластық, рахмет. Бірақ қазіргі бағаға сіз айтқандай, біздің еңбегімізге қарай, баяғы заманның еңбегі мен қазіргі заманның еңбегі тең емес. Ол жететін нәрсе емес. Ал жаңа Қазақстан құрамыз дейміз. Біз жаңа Қазақстан цифровой боламыз, жаңа Қазақстан валютаны жоқ қыламыз, электронный ақша боламыз деп жатырмыз. Біз оған жететін дәрежеге жеткен жоқпыз, шыны керек ол. Өз басым айтайын, электронный емес қазір. Мен барсам банкоматтан ақшамды аламайын, мен түсінбеймін әлі жақсы. Біздің уақыттағы адамдар түсінбейді оны қазір. Мен өз басым ондай дәрежеге жеткен жоқпын. Ал менің қатарымдағы адамдардың 10-нан бірі сондай болған жағдайда біздің 1000 адамымыздың 100 адамы электронный дегенді түсінбейді қазір. Біз жаңа Қазақстанға дайын емеспіз әлі. Енді 19 күні сайлауға келесіз бе? Жаңа өзгерістерді қалайсыз ба? Жаңа өзгерістерді қалар едім. Егер де сондай жұлқынып бізді алып кететін жастар шықса, мен соларға дауыс берер едім. Енді сол жастардың бірі өзім болып тұрмын ғой. Енді айтып тұрмын, сіздің ішіне жіберіп тұрмын ғой енді. Сондай жұлқын бізді сүйреп алып кететін адам болса, мен дауыс берер едім. Жақсы, рахмет сізге.